Assalamu alaikum dostlar, bizde 3-ші апта. Алдыңғы видеода түсіріп көрсеткен жеміміз бізге 4 күнге жетті. Бүгін сіздерді енді осы кішігірім осы қора жаймен таныстыратын болам. Қораның размеріне келетін болсақ, қораның размері бізде 19-да 5,5 болады шамамен. Плюс алдында бізде 12 метрлік гараж бар. Оның барлығы бірге құйылған. Фундаменті барлығы бірге құйылған осы қорамен. Қора таза. Қораның қабырғасы бізде таза бетон. Апаловкамен құйғанбыз. Маяк ретінде осындай шпалдар қолданғанбыз. Қораның үсті 6 метрлік бөренемен жабылған. Үсті профлис. Қорада бізде 9 терезе, 3 есік бар. Бірінші есікке келетін болсақ, бұл бізде кіреберіс есік. Екінші есікке келетін болсақ, бұл бізде шөп кіргізетін, малдың боғын шығаратын есік болып саналады. Үшінші есікке келетін болсақ, ол бізде жем бөлменің жанында орналасқан жем кіргізетін есік. Мына біздің жем сақтайтын бөлме. Көріп тұрғандарыңыздай, қораның іші әлі толық бітпеген. Мына жем бөлменің де қабырғасы бітпеген, есігі салынбаған. Бұл қораның құрылысы шамамен 2020-да басталды. 2020-да жазында ма басталды. Сөйтіп фундаменті құйылып, қабырғасы құйылып, 1 жыл тұрды, үсті ашық болып. Одан кейін келесі жылы үстін жаптық. Одан кейін 1 жыл тұрды. Одан кейін екінші жылы мал кірді. Тағы да солай тұрды, міне. Сөйтіп осылай уақытқа жеттік. Енді биыл жазда ала қаласа, осын үшін толық бітіруге жоспарда бар. Барлығын дұрыстап реттеп, ыңғайлы болатындай. Мынамен есікті жауып қоямыз былай. Аяққа кір кетпеш үшін. Біздің есігіміз осы жем қораның. Өйткені түн ішінде мыналар босап кету мүмкін да. Жылқынады, дұрыс тұрмайды. Босап кету мүмкін. Енді бұл қораның ішінде бізде су жоқ. Қазір суды қалай әкелеміз, соны көрсететін болам сіздерге. Су мәселесі. Суды әзірге осылай алуға мәжбүрліміз. Суды анау жерден қосамыз да. Осындай ыдыстарға құйып аламыз да. Әрі қарай қораға, бұқаларға таси береміз. Жалпы қысқаша осылай болады. Бұқаларды көрсетіп қойын. Қазір 3-ші апта бізде.